Biz Шухан Уәлиханов атындағы нөмірі 2-ші жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Бәйшешек қыздар кеңесінің мүшелері Құдайберген Гүлназ, Тұяқадина, Көпжасарова Даяна. Білім енемен құдық қазғанда демекші қыздарға беретін ең асыл кеңесім ол білімділік пен еңбекшілік. Яғни білім бар жерде барлық сауаттылық та, еңбекшілік те болады. Еңбекшіл адам үнемі жеңіске жетеді десек те болады. Және қыз өзінің барған жеріне де сыйлы, асыл, құрметті адам болып барады. Яғни қазіргі таңда білімділердің кезеңі десек те болады. Себебі білімді адам үнемі оқу озаты болып жүреді. Яғни достарының барлық жерде сыйлы болып жүреді. Ең алдымен әрбір қыздың бойында болуы тиіс асыл қасиеттерді атап кетсек, олар көркем мінез бен биязылық дегім келеді. Егер де әрбір қазақ қызының бойында осы қасиеттер болар болса, онда біздің болашағымыз тіпті ғажап болатындығын айтқым келеді. Біз болашақ ана болғандықтан ұрпақ тәрбиесіне аса қатты мән береміз. Сондықтан да әрбір қыз егер де өзінің тәрбиесі үшін, егер де өзінің сыртқы келбеті мен ішкі жан дүниесінің барлығын бірге қатар үйлестіріп жүрер болса, онда біз ең керемет қазақ қыздар боламыз деген ойдамын. Ең алдымен қыз өзін сыйлап және жақсы көріп үйрену керек. Қыз баласы өзін жақсы көрсе, барлық әлемді жақсы көреді. Және де басқа адамдардың алдында сыйда, құрметте болады. Егер қыз баласы өзін жақсы көрмей, басқа адамдардың алдында өзін төмен санап, өзін төмен түсіретін болса, онда басқа адамдарда оның төмен өзін санап жатқанын біліп, оны да түсіре беретіні анық. Сондықтан да ең алдымен айтарым, қыз баласы өзін жақсы көріп, және де ата-анасын ұятқа қалдырмайтындай өзінің тірлігіне мұқият болуы қажет. Біз Құрма кеңес атты челленджді нөмірі 4-ші Абай мектебінің сұлу қыздарына жолдаймыз.